Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, хабардың жүргізушісі мен Нәзір Сүлеймен, әсем әндерлегін ұсынатын әріптесіміз Айсәуле Төрехан. Ал хабарымыздың бүгінгі шығарылымын: бабамның көзіндей көзім барсың, көктегі тәңір барда өзің барсың. Тәңіртау сен пәнилік, мен бақилық, тым құрыса өзің жайлы сөзім қалсын деп жырлаған белгілі композитор, әнші, сазгер, ақын, актер Ермұрат Зейіпқанұлына арнаймыз. Алдымен өзінің домбырамен орындаған бір әнін тыңдап алайық. Өлміші қараңғы түс көріп оянды, көз алдым мұнарлы ауылым оралды. Жан жүйем жанарым анашым қарайды, туған жер самалы ақ шашын тарайды. Ана түс көрдім жаным, ана түс көрдім жаңа, төсімде мені тербетіп отырсың. Қуалап арманды, қуалап сағымды, өмірдің талқысы ажытты жанымды. Қолының сағынды, үніңді жағымды, ақ тұман ауылдай, ақ маржан жауынды. Ана түс көрдім жаным, ана түс көрдім жаңа, төсімде мені тербетіп отырсың. Ермұрат Зейіпқан Найман руының ішіндегі атақты Бәйдібек бидің кіші қызынан тараған Қызаяна руын кешегі қазақтың бір саласы қасқайып қазық қаққан қасиетті іленің бойын алып барған әйгілі Сасан бидің ұрпағы. 1966 жылы мамырдың 15 жұлдызында дүние есігін ашқан. Менің туып өскен жерім мына Қытай жеріндегі үш аймақ дейді, Алтай, Тарбағатай, Іле. Соның Іле өңірінің Күнес деген жері туып өстім. Сонда ата-бабамыздың жасаған жері, жүрген жері, сол топырақта өсіп өнгендіктен болар. Ол да бір қаймағы бұзылмаған тегінде қазақтың бір даласының бір пұшпағы ғой. Сонда өмір сүрдік, сонда жасадық. Мүмкін ән мен жырдың, өлеңнің қосқанат болып жүрген осыған дейін сол туған жердің ата-анадан келген, ата-бабадан жалғасып келе жатқан жол ма деп ойлаймын. Сондықтан әр кезде маған ыстық сол арғы бетте қалған жер, ел, анау топырақ. Қанша дегенмен арада қызыл сызық бар, жаңағындай күнделік шауып барып келе алмаймыз. Ол елге бармағалды біраз жыл болды. Сондықтан әр кезде сағынып аңсап жүрерім сол балалығым өткен, жастығым өткен, жаңағы балалық балдәуренім өткен жер болғандықтан әр кез маған сағыныш сол туып өскен сол дала. Осы Күнес іленің деген ақын кім едің? Туған жерін аңсамау жұмыр басқа мінедің. Сары ауру сағыныш табар дейсің кімменің? Бір аралап қайтуға қиял тұлпар мінемін. Кейді өзіңе бұлданып алушы едім Күнес ай, алыс кетсем мұңданып қалушы едің Күнес ай.
қара анам тіккен кестеме қара бура қомданып нарат қамдап көшкен ел ақ болдықтың күнгейлеп соғар жел ай естеме кейде өзіңе бұлданып алушы едім көне сай алыс кетсем мұңданып қалушы едің көне сай бауырыңа бір барып енейінші көне сай көзім алды дымданып келейінші көне сай бір сезіммен көк шоқанау ботам деп боздап тұрған бозым ен боз жусаның бозыңмен көне зират көзіңмен тік көтеріп төбеме әкетсем шай өзіммен алушы едім көне сай алыс кетсем мұңданып қалушы едің көне сай бауырыңа бір барып енейінші көне сай көзім алды дымданып келейінші көне сай сай көзім алды дымданып келейінші көне сай көне сай 20 ғасырдың соңын ала азуы алты қарыс кеңестер одағының іргесі сөгіле бастағанынан қараған біртуар өнер майталмандары Кәукен Келжетаев, Есім Сегізбаев қатарлы қазақ өнерінің жанашырлары шекараның ар жағындағы өнер қырандарын сарымайдан қылшық суырғандай іріктеп ата жұртқа өнерлерін ұштастыруға алдыртады. Сол топта Қытайдың Шыңжаң Күйтің қаласындағы өнер институтын тамамдағаннан кейін Іле облыстық телевизиясында дикторлық қызмет атқарып жүрген Ермұрат Зейіпқанұлы сан қырлы өнерімен бірден көзге түсіп, атажұрт табалдырығын аттап, Темірбек Жүргенов атындағы өнер ошағының студент атанады. Елге келе сала мұндағы әдебиеттің, өнердің өкілдерімен еркін араласа бастайды. Жан-жақты азамат ет, өлеңдер үшін мен оны жоғары бағалайтынмын дейді Нұрлан Оразалин ағамыз. Ермұраттың бойында осы арнасы кең, арқауы мықты, бедері бекен бір азаматтық сенім, азаматтық қалып болатын. Қазақ елін жақсы көретін Ермұрат. Қазақ елінің азаматы болған кезде қуанған есімде Ермұрат. Таланты, жігері, адалдығы, жүрегінің соғысы ерекше азамат болатын Ермұрат. Мен Ермұратты сол бірінші мықты өлеңдер жазған үшін жақсы көретінмін. Кеше көрген Таңжарықты да бұл өзі бойына сіңірген. Отан бәрін түгел жинақтап алып келіп, қазіргі Бергібетке келген кездегі Қасымның бір жалыны бар бойында. Мұқағалидың теңдессіз буырқанып шығатын бір арналары бар секілді елестейді маған Ермұратта. Уақыт емші, уақыт өзі бар нәрсені рет-ретімен орнына қояды. Ермұраттың енді артында қалған әдемі сұлу мұрасы бар. Соған замандастары ғана емес, тілеулестері ғана емес, Алла бұйырса алда келетін ұрпақта ән тыңдай білетін, өлеңді оқи білетін қазақтың үлкен ұлы қауым аман болса, Ермұратты да ұмытпайды ғой деп ойлаймын. Келген бойында әншілігімен де, композиторлығымен де жұрт көзіне ертелінеді. Сол кездің өзінде жайлауым әнім, сәбилер ай, ерен тауым қатарлы
әндерін жұрт назарына ұсынып үлгерген Ермұрат мұнда келгеннен кейінде шығармашылыққа шындап ден қояды. Өнер академиясы қабырғасындағы білікті ұстаздардың сабақтарын қалт жібермей, білімін тереңдетумен қатар бойындағы бұрқыраған талантын ұштай түсті. 1993-94 жылдары республикалық өкіл үміт жас композиторлар байқауында және Күләш Байсейітов атындағы кәсіптік әншілер байқауының жүлделерін жеңіп алады. Алғашқы жазған әні Жайлауым әні. Бұл енді менің алғашқы әндерімнің бірі. Сол туған жерімде мынау Ақөзен, Адуыңгер, Шірге, анау үлкен жайлаулар бар, Жалғарағай дейді. Сол жайлауларды аралап жүргенде көкірекке тұнып қалған бір керемет әуен еді. Сол әуен сөзімен бірге қалқып бір көтеріліп сондай бір әдем болып шығып еді. Сол көп ұзамай сол осы Жайлауым әнім деген ән болып шықты. Әрине менің бала жүрегімнен, бала қиялымнан туған дүние еді. Бірақ ана арғы бетте жаңа 2 миллион қазақ бар дейміз ғой. Солардың қазір бұл әнді білмейтіні жоқ. Көптеген сол жақтан кейін бұрын соңды келіп жатқан азаматтар осы ән арқылы келіп менімен танысады. Keshegim babamның mekeni бар екен өмірде жайлаудың етегі сен жүрген жайлауың тауының биігі сол гүлді еркемай өзуден именем сен жүрген жайлауың тауының биігі арудан аумайтын аяулы киігі жанымның дауасы анандай аяшы жайлаудың баласы сен жүрген жайлауың тауының биігі арудан аумайтын аяулы киігі сен жүрген жайлауың тауының биігі арудан аумайтын аяулы киігі Ақын, жазушы, әнші, композитор, актер Ермұрат ағамыз Темірбек Жүргенов атындағы өнер ордасындағы оқуын тамамдаған тұста Қазақстан тәуелсіз ел болып, тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев әлемдегі тарыдай шашылған қандастар көк тудың астына бірігіңдер деген үндеу тастады. Осы үндеуге үн қосқан Ермұрат Қазақстанда тұрақтап қалуға берік шешім қабылдап, алған білімін Тәңір берген талантымен тығыз ұштастырып, тәуелсіз елдің әдебиеті мен мәдениетіне өз үлесін қосуға
құлшына кірісіп кетті. Енді жазушылық дегеннің жаңағы анадан үйрендім, мынадан үйрендім деу енді менше артықтау сөз болу керек. Ол енді өзі жанда болатын сияқты, өйткені кісінің бойында бәрі бар ғой, талаптана білсе. Мен өзі алғашқы оқушылық, мұны бастауыш класс оқып жүргенде сурет сала бастадым. Сол сурет салу кейін жаңағы музыкаға ұласты. Музыкадан кейін жаңағы әдеби кітаптардың арбауында жүрдік біраз уақыт. Сосын әдебиетшілерді таныстық. Бұндай да өнер бар екен ғой. Соны ақырындап жаңағы көкірегімізді қаза сол бірдеңе жаза алатындай бір неміз болды да, өз алдыма мақсат қойдым, осы мен бір жазып көрейін деп. Бірақ арғы бетте де айтып бүйтіп жазып жүрдім, бірақ оны ол жақта шығарған жоқпын. Кейін осында келгеннен кейін үлкен орта бір қайнап жатқан енді. Біздің қазақ даласындағы бір керемет енді әдебиет пен өнердің бір қағыбасы ғой Алматы деген енді. Осы Алматыға келгеннен кейін үлкен ағаларға қарадық, сол кісілердің жолын қудық. Әсіресе мынау әдебиеттегі ұстазым Әкім Тарази, сол кісі маған үлкен көмегін жасады. Сосын алғашқы әңгімеміз шықты. Жарты ғасыр ғұмырының жартысында аға бауыр болып, көк тудың желбірегені жаныма қуат береді, қиырда қалған қазақтың көзінің мөлдірегені деп мөлдіретіп, талай жүректі елжіретіп төгілген осы жолдардың авторы Алмас Ахметбек ағамыз еді. Талай дүниені бірге жасаған бауыр қазақтың аяулы перзентін Алмас ағамызда сағына еске алады. Ермұрат енді ол табиғат сирек туатын таланттардың бірі ғой. Ол өзі барлық саз аспаптарында ойнай беретін, тілді аспап па, үрме аспап па, әлде шекті аспап па, кез келген қолын тисе сайрап кете береді. Содан кейін дауысы баритон, высокобаритон дейді ғой, жоғары баритон болатын. Жоғары да темір да шыға беретін, сосын диапазоны кең еді дауысының. Сол әншілігіне қарай ақын еді, ақын болғанда төгіліп тұрған лирик еді. Жақсы прозик те болды. Бір жүректі, бір көкіректі соншама өнер тоғысып сайрап тұрғаннан кейін, ол кез келген уақытта ән болып шыға беретін, кез келген уақытта өлең болып шыға беретін, кез келген уақытта әуен болып шыға беретін, кейде ән мен әуен бірге шыға беретін. Мәселен, Күнесай деген әні, немесе Жайлауым әнім деген ән менен әуен бірдей көкірегінен шыққан ғой. Ал шыққанда да ол жай шықпайды, жаңағы оның керемет тембірі бөлек дауысы менен сайжаланы жаңғыртып, биіктеп, қалықтап кете берасың ғой. Сондықтан ондай талант енді өте сирек туатын талант. Бұрынғы мәселен біз Біржан Салдарды айтамыз, Ақан Селдерді айтамыз. Сол кісілердің жалғасы ғой. Жалғасы болғандықтан мына жаңа заманға үйлескен, бүгінгі дүниенің барлық жақтарын меңгерген кісі ғой. Табиғатымен романтик еді. Ешқашан мына дүниеменен өмір сүрмейтін. Өзінің қиялындағы биік бір романтикамен өмір сүреді. Кез келген уақытта, кез келген сәттегі мүддені бәрін тәрк етіп жүре береді. Қалтасында тиын-тебені бар ма, шашып бір Қазақстанның басқа аймағына ұшып кету керек па, өзі қалап тұр ма, бір адамдармен кезігу керек, немесе ән шырқау керек пе, ұшып кете береді. Ол романтикамен өмір. Сондай биік таза көңілмен өмір сүрді. Сосын кез келген өнердегі, өлеңдегі, әдебиеттегі жастарға, өзінен жастарға қамқор болып жүр. Оның айласында өзінен мүшел жас кіші буын топтасып жүретін. Ол мықты асаба болып дағы асабалықтан шыққаннан кейін жаңағы жастарменен қыдырып жүретін. Адамдар топтастырып айласына сонда жүреді. Ал енді әдебиеттің үлкен классикалық буындағы азаматтармен де ол жақын болды. Мәселен, Қабдеш Шимәрлікпен, Ұлықбек Есдәулетовпен, тағы да басқа аға буын ақын жазушылармен оның жаны жақын, сырлас, сұхбаттас, баласы, інісі ұқсап жүретін сәттері болды. Сондықтан оның өмір сүру дағдысы да әлектен тыс болды. Әнмен, өлеңмен, өнермен өтті. Махаббат қайрат екеулеп шымырлатқан денені, көк тудың желбірегені жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі, көк тудың желбірегені. Елдіктің асқақ өлеңі, жан жаққа тартпай қазағым, бір
бол дегені, көк тудың желбірегені жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі, көк тудың желбірегені. Қиырда қалған қазақтың көзінің мөлдірегені, көк тудың желбірегені жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі, көк тудың желбірегені. Жан мен ту, жан емес маған керегі, көк тудың желбірегені. Жалғыз отаным Қазақстаным, ғажапыстаным жайды құшағын, тағдырдың ұмытып азап қыспағын, күнді құшамын, айды құшамын деп жырлайды. Ермұрат мынау қасиетті топырақты жаннан артық сүйетін еді. Елге сондай ыстық махаббатпен оралды деп еске алады Әділет Мұса ағамыз. Ермұраттың шын мағынасында осы елім, жерім, халқым, туған елім, ата мекенімнің жері, қазағымның ту тіккен жері, мемлекеті деп келгені айдан анық. Ол шында да ақ жүрегімен, пәк пейілімен келген азамат. Кейде бір жаңағы мемлекеттік деңгейдегі концерттер болады. Елбасы қатысатын, барлық министрлер кабинеті қатысатын, жаңағы парламент қатысатын. Сол уақыттарда Ермұраттың өлеңдері, Ермұраттың әндері орындалады. Оның бір артық қасиеті, кез келген адамның бір кішкентай жетістігі болып, бір тырнақтай дүниеге де қол жеткізіп жатса, соған бағасын қуанады. Тау етегінде тұрып тау басына баға беру қиын, бірақ тау басында тұрып етегіндегілерге өресі жетсе, жол көрсетуде бағасын беруде ақылға қонымды. Қазақтың белгілі ақыны Жәркен Бөдеш ағамыздың бұл бағасын біз солай қабылдадық. Өйткені бұл кісілер кісінікін қызғанбайтын, шын талантты бағалай білетін ұрпақтың өкілдері. Бұл әленің жігіт, ал әле деген керемет жер. Әле жердің қаймағы, сұлу жер. Ондағы өзендер, ондағы таулар, ондағы көлдер, кәдімгідей менің көз алдымда сондай сұлу жер. Сол ана Сайрам дейтін көлі бар, соны жағалап өскен жігіттердің біреуі бар. Сонда Қабанбай шоқысы деген тарихта қалған үлкен шоқы бар. Сол шоқыға табынып өскен жігіт. Сондықтан бұл бала жасынан өзіне үлкен бір кәдімгі азаматтық дайындық жасаған адам деп түсінемін. Әншілік өнері, жаңағы өздігінен шығаратын сазгер, ақын. Осы үш өнері оның жетіп жатыр. Соның үш өнері де осы келгеннен кейін кереметтей қана. Біреудің шығармасына қуанып деген бір екі кісінің бірінің қолына келетін нәрсе емес. Өзінде таланты бар адамдар екен басқалардың талантын бағалайды. Ал қызғаншақ, қыз адамдар біреулердің жақсы нәрсесін көрсе шалқайып, мынау қалай деген секілді нәрселер. Бұл қуанатын, содан керемет үйренеді. Ақылы мен білімі толысып, 45-ке енді қадам басып, кемеліне келген шағында Сумажал арамыздан алып кетті. Артында аяулы азаматын ардақтап, артындағы мұрасын сақтап отырған жары Тұрангүл және Қабанбай Найманғали есімді екі ұлы бар. Ермұрат ағамыздың 100-ден астам әні бар екенінде жарынан естіп білдік. Алайда
айналасындағы достарынан басқа қазіргі сахнаның саңлақтарынан шаңырағына бас сұғып, осынау бағасыз мұраларды алып елге жеткізсем деген өнерпаздардың болмағаны бізді қынжылтты. Ерекең енді керемет балаларға әке болды деп ойлаймын. Ол кісі мені ойда жүреді, шығармашылық жолда жүретін бос уақыты болмайды. 90-шы жылдары танысқанбыз Бучада. Ол кісі осы Атажұртқа елге келсем, осы жаққа келіп еңбек сіңірсем деген арманы болған. Осы 90-шы жылдардың аяғы осы жаққа келді. Енді 20 жылдан артық көлемде бұл жақта жұмыс жасады. Үнемі шығармашылық жолын жүрді. Мен ойлаймын, енді ол кісі шығармашылық жағынан еліне еңбек сіңірді деп. Ол жағынан арманы жоқ қой деп ойлаймын. Қабет деген айтатын сол енді кішкене ғұмыры қысқа болды. Мына балаларымыз өсіп келе жатқанда кетіп қалды. Сол ғана өкінішті. Әндерін енді әлі шықпаған қанша әні бар. Енді осы жақта Атажұртқа оралған осы Ерекеңнің достары, ағалары бар енді. Алмас Ахметбек аға. Сонымен достарынан бірге осы елге келгенде бірге келген Тілеубек Қожаның еді. Ол кісі бар. Және басқа достар бар. Шығармашылық жағынан енді жалпы достар болып, халық болып, былтыр өткізген алдыңғы жыл 50 жылға толған шығармашылық кешін. Әлі де енді балалар өсіп келе жатыр. Енді әлі де сол қалған өзі барда жарыққа шықпаған, жазған дүниелері бар. Оларды жарыққа шығарсақ деп ойлаймыз енді армандап. Сіздерге рахмет, ескеріп, Ерекеңнің ескеріп бұл арбағын сыйлай осылай звондағандарыңызға рахмет. Сіздерге амандық тілеймін. Бәрінен де осы еліміз аман болып, қоламыз тең болса, шығармашылықта жүрген жастар болсын, үлкен ағалар болсын, жетістіктеріне жетіп, елімізді көркейтіп жүре берсе, соның өзі бір бақыт қой. Рахмет сіздерге. Иә, ол қысқа ғұмырын Абай атындағы опера және балет театрында, Мұхтар Әуезов атындағы академиялық драма театрында, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде, Қорғаныс министрлігінің әскери ансамблінде, Дүниежүзі қазақтар қауымдастығының өнер және мәдениет бөлімін басқарып, абыройлы қызметтер атқарды. Мінекей қадірлі тыңдаушылар, Ермұрат Зейіпқанұлының артындағы осындай мұралар барда есімі ешқашан ел есінен өшпейді деген сеніммен біз хабарымызды түйіндейміз. Хабарды жүргізген Нәзір Сүлеймен.